Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Тікенді бұталар оның аяғын тырнады. Ол тастарға сүрініп, тар жолмен жүгірді. Тезірек тауылым керек. Мен осылай өмір сүруден шаршадым. Күн сайын ауыр жұмыс. Мен жаңа өмір бастаймын. Мен алыс жаққа қашамын. Мен ұсталып қалмауым үшін өте сақ болуым керек. Сол кездерде қашқын құлдарды қатаң түрде жазалайтын. Олардың денелеріне қызған темірмен белгі қойған, немесе оларды жыртқыш аңдарға лақтырған. Осы ойдың өзі Онисимді жылдам жүгіруге итермеледі. Оның есімі пайдалы дегенді білдірді. Қожайынын тонап қашып кеткен адамға бұл есім жарасады ма? Басқа елде жаңа өмір сүруді армандады. Ол Римде жасырынғысы келді, бірақ мұндай үлкен қалада Онисим өзінің қожайынының досымен кездесемін деп ешқашан ойлаған емес. Сөйтіп сен қашып кеттің. Менің шынайы өмір сүргім келді. Менің құл болғым келмеді. Сонымен, қазір өміріңе ризасың ба? Шынымды айтсам, мен бәрі мүлдем басқаша болады деп ойладым. Қашпағанымда ғой. Ақшаны да ұрлап кеттім. Бұрынғы жағдайым мұншалықты жаман болмас еді деп ойлаймын. Онисим, сен дұрыс емес жерден жаңа өмір іздедің. Римде жүргенде Онисим жаңа өмірді тек Исадан табуға болатынын түсінді. Иса біздің күнәларымызды кешіріп, бізді жаңа адамдар етеді. Балалар, сендер де бір күндері жаңа өмір бастағыларың келген болар. Иса сендерге жаңа өмір бергісі келеді. Күнәларын мойындап, оған сенім артқан әрбір адамға ол жаңа өмір сыйлайды. Онисим Мәсіхте жаңа өмір тапты, бірақ ол әрі қарай не істеу керек еді? Саған қожайының Филимонға қайтып барғаның дұрыс болады. Мен ол жаққа қалай барамын? Уайымдама, сен оған менің хатымды бересің. Мен оған хат жазамын. Ол менің досым. Ол Исаны жақсы көреді. Сондықтан сені жақсы қарсы алады. Бәрі дәл солай болды. Онисим Филимонға қайтып келді. Сонымен, сен қайтып келдің. Біз сені барлық жерден іздедік. Мырза, мен сізге хат алып келдім. Қымбатты Филимон, мен саған Онисимді жіберіп жатырмын. Ол Исамен бірге жаңа өмір бастады. Егер оның саған қарыздары болса, мен ол үшін төлеп, бәрін реттеймін. Филимон Онисимді жақсы қабылдады. Енді ол Исаның арқасында ескі жерде жаңа өмір тапты. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.